Күйдегі алмаларды құстар шығып, осылай шіріп кетіп, көбісі құрттап кетті. Олардан қақ жасай бермей, жем жасайық дедік. Ең алдымен алманы массировкадан, яғни ет тартқыштан өткізіп аламыз. Ет тартқыштарымыз болмаса, блендерден өткізуге болады. Оған шекер салып, жақсылап араластырып алып, одан соң үстіне су құямыз. Граммын мөлшерін астына жазып кететін боламын. Бір қайнаған соң көбіктерін алып тастасаңыздар болады. Алмай құйып алсаңыздар да бола береді. Алмай қойсаңыздар жарай береді. Осындай майда банкілер барлық үйде табылады деп ойлаймын. Олардың барлығын қайнатып стерилизация жасап аламыз. Одан соң ыстық күйінде құя берсеңіздер болады.